Сонымен оқушылар 870-ші есепті ары қарай жалғастырайық. 870-ші есепте біріншісінен бастап шығаратын болсақ, модуль x қосу 5 модуль x минус 40 тең 4 модуль x. X барларын бәрін теңдіктің сол жағына жинайық. 6 модуль x 4 теңдіктің келесі бетіне минус болып өтеді. Тең 40 теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. 6-тан 4 азайтсақ 2 модуль x болады. Тең 40. Модуль x 40-ты 2-ге бөлем 20. Жауабы x тең 20-ға, x тең минус 20-ға болады. Екінші 100 азайту модуль x тең минус 49 модуль x қосу 124-ге. Минус модуль x 49 плюс болып келеді. 124 азайту 100 болады. 49-дан 1-ді азайтсам 48 болады. 48 модуль x тең 124-тен 100-ді азайтсам 24 шығады. Модуль x тең 24-ті 48-ге бөлемін. Модуль x 1 бөлінген 2 шықты. X тең 1 бөлу 2-ге, x тең минус 1 бөлу 2-ге. Үшіншісі, 6-дан 2-ні азайтам 4 болады. 4 модуль x 16 теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. Тең 35-ге. 20 модуль x тең 35. Модуль x 35 бөлу 20. Қысқартып жазсам болады. 5-ке қысқарады. 7 бөлімі 4 болады. Енді осыдан 2 түбір шығады. X тең 7 дегенді 1/4-тен 3 деп жазайын. Және x тең минус 1/4-тен 3 болады. Келесі 29-дан 1-ді азайтам 28 модуль x. 22 теңдіктің келесі бетіне плюс болып өтеді. Тең 13 плюс болып өтеді. 28-ге 22 қоссақ 50 модуль x. Тең 13-ге. Модуль x 13 бөлу 50. Бұл теңдеудің 2 жауабы болады. X тең 13 бөлу 50-ге, x тең минус 13 бөлу 50-ге деген. Келесі есеп. 871-ші x-тің қандай мәндерінде теңдік тура болады. Бұл есепте де алғашқы есептегідей плюс және минус деп алуға болады. Бұл жерде x-тарды бір жаққа жинасақ, x минус x тең 1 минус 1. 0 тең 0 болады. Келесі x қосу 1 минус тең жақшаны ашамыз минус x минус 1 болады. X-тарды бір жаққа жинасам, x қосу x тең минус 1 минус 1 болып өтеді. 2x тең минус 2-ге. X тең минус 2-ні 2-ге бөлеміз. X тең минус 1 мәнінде теңдіктер тура болады. Екінші есепте тура осылай шығады.
минус x плюс x тең 2 минус 2. Ол 0 тең 0 болады. Келесі екіншісін шығарсақ. Жақшаны ашып алайын. 2 минус x тең минус 2 плюс x болады. X барды бір жаққа жинасам, минус x тең минус 2 болды. X-ті x-ке қосам минус 2x тең минус 4-ке. X тең минус 4-ті минус 2-ге бөлемін. X тең 2 болады. X тең 2 болған жағдайда бұл теңдіктің теңдік тура болады. Келесі 872-ші есеп. 872-ші есепте аның қандай мәнінде 10 минус x тең а деген аның қандай мәнінде бірінші түбірі болады дейді. Бірінші түбірі болады, егер а оң сан болса. А оң сан болса, түбірі болады. Мысалға, 10 минус x тең 5 болса, бұндай жағдайда теңдеудің түбірі болады. Екінші, түбірі болмайды. Қай уақытта түбірі болмайды? Егер а теріс сан болса. Мысалы, 10 минус x тең, мысалға, минус 3 деген сан болса, бұндай жағдайда түбірі болмайды. Үшінші, түбірі 0-ге тең болады. Қандай жағдайда? Егер а тең 10 болса, бұл теңдеудің түбірі 0-ге тең болады. Дәлелдеп көрейік. Мысалға, үшінші деп қояйын. 10 минус x модуль ішінде ол тең 10 болса. Енді бұны шығарайық. 10 минус x тең 10-ға, 10 минус x тең минус 10-ға. Минус x тең 10 минус 10. Минус x тең 0. Осыдан x тең 0. Демек, егер а 10-ға тең болса, бұл теңдеудің түбірі міне 0-ге тең болды. Төртінші, түбірі 10-ға тең болады. Қай уақытта? Егерде а тең 0 болса, бұл теңдеудің түбірі 10-ға тең болады. Кән дәлелдеп көрейік. Басқа түспен жазайын. 10 минус x тең 0 болса, а 0-ге тең болса, онда бұл теңдеудің түбірі 10-ға тең болады. Соны дәлелден. 10 минус x тең 0-ге. Минус x тең 0. 0 минус 10. Минус x тең минус 10-ға. X тең 10 болды. Не теңдеудің түбірі 10-ға тең болды, егер а тең 0 болса. Сонымен оқушылар, біздің модуль астында бір айнымалы сызбаштық теңдеуге берілген есептеріміз соңына келіп жетті. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңдар.